Біздің өміріміздегі ең басты нәрсенің бірі сол бала тәрбиесі болып табылады. Қалай тәрбиелейсің баланы, солай ол өседі, солай ол адам болады, солай сенің қарым-қатынастарың сонымен ары қарай жалғасып, ары қарай өсіп өнеді, немесе басқаша болады. Сондықтан бала тәрбиесіне ең маңызды нәрсе. Бұл жерде ер баланы мысалға әкенің тәрбиелеген жақсы, мүмкіндігінше. Бізде қазір әйелдер тәрбиелейді, аналары, әжелері, әпкелері, содан ер балалар қазір өте әлжуаз, өте нәзік, қыз текті болып кетіп жатыр. Сондықтан біздер бұрынғы жаугершілік замандағы кейпімізді қайтармағанмен соған жақындауға тиіспіз. Айналамыз толған жау. Сондықтан ер баланың тәрбиесі әсіресе мықты болу керек. Қыз баланың тәрбиесі ол да бөлек, ерекше, ер баланыкі ерекше. Сол ерекшеліктің ішінде әсіресе ер балаға көп көмектесуге болмайды. Оның жағдайын жасауға болмайды. Ол өзіне жасатуға үйрену керек, өзіне жауап беруге үйрету керек. Кішкентайынан не болса соған мән беріп, жылап, сықтап, өкініп, сондайдан қашу керек баланың тәрбиесінде. Ол егер бір нәрсеге ұшыраған жағдайда өзіне кінәлі екенін, өзінің қателік екенін сондай ұғынатын болу керек. Жауапкершілікті өзіне алатын қылып. Ең бастысы сол жауапкершілікті өзіне ала білу. Сондықтан соған қарау керек. Оның бәрі ол жағаңбе. Сондықтан біздер мына жерде тек қысқаша тек мәнін тек тоқ етерін ғана айту форматында істейміз. Егер ол не керек болса ашып оны үңілу. Оған біз бөлек форматты дайындаймыз. Қазір мұнда қысқа форматтағы нелер, материалдар. Сондықтан ең бастысы үлкен мән беру керек. Екіншісі, ер баланың өзінің ерекшелігі бар тәрбиесінде, қыз баланың өзінің ерекшелігі бар. Әсіресе біздің қазақтың тәрбиесінде, қазақ ұлтының, қазақ халқының. Сондықтан соның ішінде ер балаға мойнына жауапкершілік алуға үйрету керек кішкентайдан. Қиындықтан, болған сәтсіздіктен қорықпауға, және сәтсіздіктен қашпауға үйрету керек. Көмектеспеу керек, барынша өзіне шешуге үйрету керек кішкентай кезінен. Міне осындай, және қорқытпау тағы бір мәселе. Қорқытпау керек, ештеңемен де қорқытуға баланы болмайды. Ойын ішінде, басқа ішінде. Сосын тағы бір не, өзін соқтырып қойып, ұрғызып қойып, мәз болып отыратындар, соларға қысқарту керек, ондай нәрсені қою керек. Шешесіне немесе әжесін соғатын кішкентай бала, соған соқтырып қойып, өзін мәз болып отырады көбі. Сондай адамдарды талай көріп жатырмыз. Сондайды қою керек. Болмайды ондай нәрсе. Ол үйрету керек оны. Баланы жауапкершілікке, және ол еркек екеніне, және үлкенді қадірлеу, өзің тұрып жатқан жерін қадірлеуге, соның бәрін үйрету керек. Ол кішкентайынан болатын нәрсе. Ол бірден өскеннен кейін болмайды ол. Кішкентайында қалай болды, солай болып, өскенде де ол сондай болады. Өзгеру өте қиын болады. Сондықтан баланы жастан, әйелді бастан деген бар, сон баланы жастан үйрету керек. Қысқаша тоқ етері осы.